Армысыздар достар, сіздердің назарларыңызда қарапайым талдау екінші шығарылым, және біз бүгінгі шығарылымды Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа жас есімдерінің бірі Ғалымжан Кенжебектен бастайтын боламыз. Ендеше бұл футболшы жайлы сіз білмейтін ақпараттарды, эксклюзивті мәліметтердің барлығын дәл осы студияда айтамыз. Ендеше әдеттегідей менің жанымда Нұркен Мырзағалиев. Ғалымжан Кенжебектің ойынын көрмеген адамдар болса, қазір біздің эфирімізді қарап отырған, бірақ әлемдік футболды қарайтын адамдар болса, Ғалымжан Кенжебекті негізінде кіммен салыстыруға болады? Винисиус Джуниормен салыстыруға болады. Соған ұқсас ойыны, сол Винисиус Джуниордың позициясында да ойнайды ол. Қазір мен сізге тепловая карта дейді, соны көрсетейін. Міне негізінде доп қабылдайтын жерлері. Былай қарап тұрсаң, Кенжебектің ойынын бір қараған кезде андай бір пікір қалыптасады да, ол жаңағы зона влияния дейді ғой, мысалы Самородов сияқты бірнеше позицияларда ойнай алмайды. Оның алдыңғы бағдарламада Сәтпаев талдаған кезде Сәтпаевты көрдік, ол бірнеше позицияда ойналады. Оң жақта, сол жақта, жаңағы екінші шабуылшы болып, допты көбінесе артқа қайтып іздейді. Әмбебап шабуылшы деп айтуға болады. Ал Кенжебектің өнер көрсету зоналары, допты қабылдау, допты іздеу зоналары, ол осы сол қапталға көбінесе көрсетілген. Қазір сіздің алдарыңызда тепловая картасы тұрады. Соған байланысты оның көбінесе доппен жанасатын жерлері көрінеді. Бірақ оның басты қасиеті, басты ерекшелігі, қорғаушы оның допты қажеттен күтіп алатын білгенімен оны тоқтату өте қиын. Себебі не? Себебі бұл да взрывная скорость дейміз, жарылғыш жылдамдығы. Бір орыннан доппен қозғалу, оңға солға болсын, ешқандай несі жоқ, разницасы жоқ. Ол сол жағынан өте мықты футболшы. Бұл көрсеткіштері, мен ойымша, ол орнынан қозғалу жылдамдығы, ол еуропалық деңгейдегі көрсеткіштер. Сол себепті ол 16, 17, 18 жасында көріне бастады. Қайраттың құрамында алғашқы ойындарын көрсете бастады. Осы қасиеттердің арқасында. Бұдан бөлек ол қазір Словакия чемпионатында Кошицада доп теуіп жүр. Осы қасиеттер арқасында. Ограниченный деп айтаймыз ғой, орысша, көп жаңағы несі жоқ, ықпалдылығы жоқ шабуылды. Бірақ соның өзінде де тоқтату қиын оны. Қазір статистика көшіп өтейік. Мен бір таңғалғаным, ол Кошицада негізгі шабуылшы емес, негізгі ойыншы емес, көбінесе ол қосалқы құрамынан қосылып ойнайды. Тек соңғы ойындар, соңғы жаңа бірінші минуттан шыққан ойыны ол Братиславаға қарсы матч болды. Бірінші минуттан сол қапталда шыққан, бірақ көбінесе ол екінші таймда тыңнан қосылатын ойыншы. Енді Ғалымжан Кенжебектің енді өткенде дастанды енді біз аналитикалық талдадық қой, жалпы максималды қашықтықты қалай жүгіреді, жалпы жылдамдығы қандай деген секілді. Енді Ғалымжанның да осындай бір ақпараттары бар, өзіміз осы матчтың алдында дайындап алып келдік. Енді біздер Хадл компаниясының, бұл әлемдік статистика жинайтын компания, соның статистикасын пайдаланамыз, және де мысалға рывки с продвижением деген көрсеткіш бар. Бұл жаңа бір орыннан доппен қозғалу. Бір орыннан қозғалу және белгілі бір қарақашықтыққа жүгіру. Қандай арақашықты белгіленбеген, ол 50 метр ма, 10 метр ма, 2 метр ма, бірақ соның саны бойынша Кенжебек ойының аздығына қарамастан, ол қазір өзі өнер көрсеткен чемпионаттың үздігі. Бірінші орында тұр, Мысалға, ода 90 минуттың ішінде 4-8 әрекет етеді. Яғни жаңа 4-8 рет рывок жасайды. 5 рет дейік. 5 мәрте, Жалпы осы чемпионатта, өткен чемпионат, Словакия чемпионатында ол 414 метр осы арашықты жүгіріп өткен рывки с продвижением деген көрсеткіш бойынша. Келесі көрсеткіш ол алдау, дриблинг. Бұл көрсеткіш бойынша жақсы көрсеткіш. Үздік бестікте. Бірінші орында жаңа Ван Кессель деген, мысалға Земплемде өнер көрсететін, ол өте тәжірибелі ойыншы, осы Словакия чемпионатын жақсы танитын ойыншы. Мысалы ол бір 90 минуттың ішінде 10 рет әрекет етсе алдауға. Ғалымжан Кенжебек 6 рет
6 мәрте алдауға барады. Иә, мүмкін егерде Ғалымжан Кенжебек Кошицаның негізгі ойыншысы болған кезде бұл көрсеткіш бойынша ол бірінші орыннан асып тұратын еді. Үздік, ұялмаса үздік үштікте тұратын еді. Бірақ қосалқы құрамнан қосылып жүргеннен кейін соған қарамастан оның сол жаңағы дриблинг әрекеті көп. Сол себептен ол топ 5-те және де успешность дейді, жаңағы сәтті шыққан дриблинг саны 55%, бұл да жақсы көрсеткіш. Себебі мына бірінші орында тұрған мысалы Ван Кесселді алатын болсақ, ол да 60%. Содан 5%-ға ғана қалып тұр ғой қалып тұр. Енді уақыт өте келе Ғалымжан негізгі құрамнан ойып тұрып орын алатын болса, бұл ойын мәліметтері толыққанды маусым аяқталғанға шейін тағы өзгереді. Жалпы скауттардың енді ең бір осындай бір жайттарға назар салатындығы белгілі. Сол себепті ойыншымыздан жақсы үміт күтеміз. Келсем. Тағы да бір көрсеткішке тоқталып өтейік. Бұл соққы жасауға берілген пастар, өзінің командаластарына жасап берген мүмкіндіктер. Бұл да Қадылық компаниясының статистикасы, бұл көрсеткіш бойынша Дастан 8-ші орында тұр. Бір ойында кем дегенде ол 1-6 мүмкіндік әрекет етеді сол пас беру. Бұл да жақсы көрсеткіш. Әсіресе Кенжебекті индивидуалды мықты футболшы. Ол көбінесе енді шабуылшы болғандықтан ол көбінесе ойынды өзіне алуға тырысады. Яғни өзі алдап соққы жасайды. Бірақ соған қарамастан бір ойында 1-6 деген көрсеткіш ол жақсы. Мысалға мына Толич деген Слован Братиславаның ойыншысы тұр. Енді Слован топ команда ғой. Сол команда өнер көрсететін Толич мысалға 2-27 санымен бірінші орында тұр. Бұл да демек жақсы көрсеткіш. Енді ойына келетін болсақ, негізі қазіргі өнер көрсетіп жүрген Словакия чемпионаты Ғалымжанға өте ыңғайлы чемпионат. Неге? Себебі бұл чемпионатта жекпе-жектер саны аз. Бұл Қазақстан чемпионаты сияқты емес. Ондай артқа жауып команданың 70%, 70% командаларын артқа жауып алып 11 адам қорғанатын чемпионат емес. Бұнда жаңағы деңгей бөлек бәрібір де. Бос кеңістіктер бар, қарымта шабуыл жасауға мүмкіндік бар. Ал Кенжебек сол қарымта шабуылдарда бос кеңістікте өзін еркін сезінетін сондай футболшы. Негізі стилі сондай. Сол себепті бұл Ғалымжан үшін өте ыңғайлы чемпионат. Бұл жақта өзін көрсетуге болады. Мысалға тап қазір Кенжебек егерде Ресей чемпионатына баратын болса, премьер-лигасын, ол жақта қиындау болады. Себебі ол жақта силовой футбол дейміз, күшке салып футбол. Ол жақта оған еркін допты қабылдауға, еркін қимылдауға, қашып кетуге мүмкіндік бермейді. Бірақ Словакия чемпионатында ондай мүмкіндік бар. Енді Кенжебектің дәл қазір осы Словакия чемпионатындағы ең үздік сәттерін біз алдын ала дайындап қойдық. Нүкен аға, енді қандай? Негізгі сәттерді біздер Слован Братислава қарсы ойыннан аламыз. Мысалға, мына жерде Ғалымжанның бокс кеңістікті қалай пайдаланатыны көрініп тұр, негізінде ол сол жақ шабуылшысы болғанымен арасында да ол ортаға ойысып тұрады, бірақ бірден бос кеңістік көрсе бір жаңа не сияқты жыртқыш сияқты бірден ашылады. Мысалға мына ауттан кейін қараңыздар, өзі біріншіден көмектеседі Ғалымжан бұл жерде пас алмасуға. Содан кейін мына жерде Слован Братиславаның қорғаушысы позиционды қателік жібереді, және де мына бос кеңістік көріп тұрғаныңыздай бірден ашылады, және де бұның командасыларды осы нелерге әрекеттерге үйренген болу керек, себебі бірден сол Кенжебекті іздейді паспен. Бұл тамаша позиция, және де қарап өтіңіздер, Ғалымжанға не беріп тұр? Уақыт және мүмкіндік беріп тұр. Мысалға Ресей чемпионатында, осы Қазақстан чемпионатында алшы, мұнда көп уақыт бермейді оған. Бұлай шығара алмайды да ғой, қиын бізде КПЛ-да шығарып береді ғой, бірақ көп ойлануға, допты қабылдауға мұндай мүмкіндік бермейді. Енді келесі эпизодқа тоқталып өтейік, Ернұр. Бұл эпизодта тағы да сол Слован Братислава ойынынан үзінді. Бұл жерде Кенжебектің енді қапталда емес, ортадан қалай зона іздейтін, бос кеңістік іздейтін. Қара доп тартылады қазір Кошица ойыншылары. Және мынау қорғаушы ма, жартылай қорғаушы ма, кім екенін білмеймін, бұл маңызды емес, бірақ Кенжебектің әрекетін қара. Бірден доп жеткен жоқ әлі ойынша, ол бірден ашылып жатыр. Бұл мүмкін енді бапкердің қойған тапсырмасы болуы мүмкін, Ғалымжанға, бірақ оның ойын стилі де сол, ол себебі білет оның жылдамдығы мықты, ол сол жылдамдықтың арқасында қашып кетіп жатса, ода жаңағы преимущество дейді ғой, қорғаушының алдында преимущество болады. Және де қазір бұл қателеспесем, бұл эпизод голмен аяқталады. Қара,
оп-оңай қашып кетті, қорғаушы қалып қойды. Кенжебек әдеттегідей, мұндай голдар соғып жүр ол. Неде ойнағанда да соқты, Мақтаралда да ойнағанда соқты, Қайратта ойнағанда да соқты. Жеңісте де соққан. Жеңісте де соққан. Жеңісте енді қатты ашып көрсете алмады өзін. Себебі қайталап өтеміз, Қазақстан чемпионатында Кенжебек сияқты ойыншыларға өте қиын көрсету өзін. Келесі эпизод Ғалымжан Кенжебектің тағы да бір ашылуы, тағы да қарап назар аударамыз. Доп тартып алды Кошице. Бірден қарымта шабуыл дайындалып жатыр, бірақ мына ойыншы әлі доппен бұрылып үлгерген жоқ. Кенжебекті қара, басын бір қарап бұрып алды. Яғни ол нені қарап тұр, зонаны қарап тұр. Қорғаушы қандай қашықтықта тұр, қорғаушыдан қашып кетуге мүмкіндік бар ма екен, ол анализ жасады. Басын бұрып алып анализ жасады. Содан кейін доп жеткеннен кейін мына Кошицаның ортадағы ойыншысы не істейді? Бірден Ғалымжанға береді ғой. Паспен іздейді. Бұл жерде керемет пас, Ғалымжан уақытылы қосылды, бірақ доп тартып алады, ол кездейсоқ тартып алмайды, себебі бұл жерде Ғалымжанға қарсы көресің, Кашия деген ойыншы, Гурам Кашия, ол Грузия құрамасының үздіктерінің бірі. Сол себепті бұл жерде қуып жетті. Деңгейі сәл төмен ойыншы болған кезде қорғаушылығын бұл жерде Ғалымжан гол салады деп мен бұған нық сенімдімін. Бұл Ғалымжанның бос кеңістікті қалай пайдаланатыны, қалай ашылатыны деген сияқты тақырыпқа видеолар болды. Енді Ғалымжанның дриблингіне келейік. Бұл жерде де бір алып баратқандай бір мықты дриблинг жоқ. Қарапайым дриблинг жасайды. Неймар сияқты жасайтын дриблинг жоқ. Біз көрген Роналдиньо сияқты дриблинг жоқ. Оның алдыңғы бағдарламада да Дастан туралы айтқанда да айтып өткенбіз. Дастанда да білесің енді. Маятник сияқты тербеліп, қорғаушының қозғалғанын күтеді, және де қорғаушы оң жаққа қозғалса, ол сол жаққа кетеді. Мына Ғалымжан да соған ұқсас, бірақ ол бір әрекетті, бір алдауды, бір дриблингті қайталай береді. Оны оңқай болғандықтан, аяғы оңқайдан соқ жасайтын болған, ол көбінесе сол жаңа паузаларда бір орыннан жарылып, бір орыннан атылып, оңға қарай қысай береді. Соны өзінде сен қанша жерден зерттесең де, бірақ сен өте баяу қорғаушы болсан, саған Ғалымжан сияқты ойыншыларға, бір орыннан атылып ойнайтын ойыншыларға саған қиын болады. Ол соны арасында пайдаланады. Бірақ қайта-қайта бір қайталай беретіні, ол бір мүмкін әзірше минустарға жатқызуға болатын шығар. Бір әрекет жасай беретіні. Мысалға, голын алайық. Енді бұл Қазақстан мен Беларусь арасындағы жолдастық кездесу, өздеріңіз білесіздер, Солтүстік Македонияның алдында 3 күн бұрын ойын өткіздік. Және Ғалымжанның бұл ойындағы ең бір ерекше сәт десек болатын шығар, алғашқы голын соқты деген. Алғашқы гол соқты. Жалпы қосалқы құрамнан жақсы қосылды ойынға. Бұл жерде комбинацияны айтып өткім келеді. Өте жақсы комбинация болды. Бұл жаңа мұндай пас алмасуы, қазір экрандарыңызда көріп тұрғаныңыздай видеоның пас алмасуы Ғалымжанның ол да бір ойын стиліне жатады. Ол деген Қайратта үйренген заттар деймін, ол топ қабылдаған кезде, егер де қорғаушы жақындағанын көрсе, ол қорғаушыны егер допты бетімен қабылдамайтын болса, қақпаға бұрылып қабылдамайтын болса, ол көбінесе пас ойнауға тырысады. Және де ол да бір стенка ойнау дейді ғой жаңа. Қабырға ойнау, пас береді, ашылады, пас береді, ашылады. Стилі сол. Мына жолда да мысалға пас берді, бірден бос кеңістікті көрді. Мына жерде Қайраттың қорғаушысы Мартынович үлгермей қалды. Содан кейін бос кеңістікке ашыла бөліп, пас қабылдады. Және бір жерде маған ұнағаны оң аяққа келіп қалды да, бірақ алдында қорғаушы шығып қалды. Сол қорғаушыны көре тұра, ол сол жаққа қарай ығысып, сол аяқпен соққы бағыттады. Андай тез көп ойланып қалмайтын жақсы да. Тез шешім қабылдайды. Реакциясы жақсы. Шешім қабылдау жақсы. Көрді, оң жақтан келді қорғаушы, сол аяғының ыңғайлады, тепті гол. Бұл жерде бір ерекшелігі, мұндай голдарды көп сала бермейді ол. Мен осы голды салған кезде Ғалымжан мен шамалы таң қалдым. Сен мен айтқандай, ол көбінесе оң жаққа. Оң бұрышты көздеп тебеді, көбінесе айналдырып салғысы келеді. А бұл жерде ол сол аяққа допты лақтырып, сол аяқпен жақсы соққы бағыттады. Бұл не деген сөз? Бұл Дастан жалпы өзінің ойынын шыңдап, Ғалымжан өзінің ойынын шыңдап үйреніп келе жатқан сияқты деп ойлаймын мен. Енді уақыт өте келе ұлттық құрамада бізде көбінесе тұрақты түрде бір гол соғып жүретін шабуылшылар өте аз ғой негізі. Аз дегенде жоқ деп айтсам болады негізі. Енді осы стереотипті қалай да жою керек
және жою үшін дәл осы Дастан секілді, Ғалымжан секілді енді ойыншылар барын салатын шығар. Уақыт өте келе енді ұлттық құрамаға самород жатқызуға болады. Қанша дегенмен де шабуылда бізге осындай футболшылар керек. Кенжебек мінекей оған айқын дәлел. Жалпы осы сәтте сенің сөзіңе қосылып айта кететін болсам, шабуыл жағынан қарастыратын болсақ, Қазақстан құрамасының болашағы жақсы. Жаңа алаңдама болады. Кенжебек бар, Сәтбаев бар, Самородов бар, оған қоса Чесноков бар. Чесноков тосуға болады. Біраз ойыншы бар екен. Барлығы, бір қызығы, барлығы жас, барлығы бірдей стильде өнер көрсетеді, бірін жақсы түсінеді. Осы жағынан Қазақстан құрамасының болашағы жақсы деп айтуға болады. Енді ортаны ұстайтын енді тағы бір Асхаттар секілді біреулер табылса жақсы. Енді Қайраттың академиясынан шығатын шығар. Көбінесе сол жаққа көз артып отырып қой. Бұйырса. Әрбір жылдар бір таланттан шығып отырады. Мынау да тағы да бір эпизод көрсете өтейін сіздерге. Жаңа айтқан Ғалымжанның шешімі көбінесе оң қарай ығысуы. Бұл жерде де көріп отырсың, допты қабылдады, уақыт бар. Басын көтеріп қарап алды, кім қай жерде тұр, пас беруге бола ма, әлде соққы жасауға бола ма. Бұл эпизодта ол соққы жасауға шешім қабылдайды. Көріп отырсың. Көп теңселген жоқ, көп қозғалған жоқ. Бір қадам оңға жасады, бірден допты шірене теуіп айналдырып кіргісі келді, бірақ доп кірмеді. Жалпы бұл Ғалымжанның ойын стилі айта өттік, бұл енді кеңістік керек, уақыт керек, әзірше. Мүмкін уақыт өте келе ол мұнда көп уақытты талап етпейтін, тез қимылдайтын ойыншыға айналатын шығар. Бұл енді Кенжебектің ары қарай қандай чемпионатқа барады, қандай тренерге түсетіні соған байланысты болады. Енді тағы да бір эпизод көрсете өтейін. Жаңа айттым ғой мен ойымша енді Қайратта үйренген дүниесі ол жылдам стенка ойнау және де ашыла білу. Мына эпизод керемет, сол жаңа мысал ретінде келтіруге болады. Керемет эпизод. Мысалы, допты қабылдайды, оценка ситуации бар, бірден солға жаққа ойнайды және бірден ашылады. Бұл да бір керемет дүниесі. Әсіресе Қайратта ойнап жүрген кезде, Қайрат жастар командасында ойнап жүрген кезде осындай әрекеттерге ол көп баратын еді. Мына жерде тіпті мына эпизодта ол өзінің жаңа әрекетімен голевой эпизод дейді ғой, қауіпті сәт жасап берді командаластарына. Және енді көбінесе енді біз шабуылдағы әлеуетін айтып жатырмыз ғой, енді оң әрекеттерін, жылдамдығын жайлы. Бірақ енді көбінесе байқайсыз ба, ойынды өзіне көп алғысы келеді, өте көп алғысы келеді. Жанындағы әріптестеріне пасты енді өте көп бермейді. Жоқ, енді бұл жерде мен қорғаған болмасын Ғалымжанды, бірақ осындай ойыншылар Ғалымжан сияқты, енді біздер Винисиусты мысалға келтірдік қой. Винисиус солай ойнайды ғой енді. Ол әсіресе ең бірінші рет келген кезде Реалға ол мүлдем пас бермейтін еді ғой. Тек алға қарай шаба береді, өзі. Бұл шабуылшы үшін бұл нормальный дүние. Нормальный дүние. Енді айтып тұрмын ғой, ары қарай оның мансабы қалай өрбейтіні, ол қандай командаға түседі, қандай бапкерге түсетіні байланысты болады. Енді мынау өзі Словакия чемпионатында аса бір негізгі құрамда көп шығып жүрген жоқ. Сол себепті де бұл футболшы андай бір джокер қасиетті алуы мүмкін да. Екінші таймда шыға салып, мысалы гол ұратындар көп қой бізде Қазақстан футболында. Енді өткенде ұлттық құрамамен солтүстік Македониямен ойында көрдіңіз. Бапкер бірінші минуттан бастап қосты. Жалпы сол ойынға қарап қалай енді баға бере аласыз? Бірінші минуттан қосқан дұрыс па, әлде оны көптеген спорт сарапшылар айтып жатыр, спорт журналистер жазып жатыр, неге Ғалымжанды екінші таймда қоспады? Жылдам ойыншы, жылдамдықты арттырып, шабуылды көбейтер еді, гол соғатын мүмкіндіктер тудырар еді деді. Көзқарасыңыз қалай? Нақты сол ойын туралы айтатын болсақ, ойыннан кейін Әли Әлиев жауап берді ғой. Сол Ғалымжан туралы сұраған кезде, неге ол бірінші минуттан шықты, себебі неге екінші шықты? Ол мұның жауабы түсінікті. Себебі ол оның алдыңғы ойындағы Беларусьқа гол соқты. Демек ол жаңа футболе шешім дейді ғой. Гол соққан адамға бірінші минуттан ойнауға мүмкіндік беру. Бірақ бір жағынан мен сенің пікірмен кездесем, оны екінші таймда шаршап қалған қорғаушыларға шығару мүмкін дұрыс болар. Иә. Және екінші таймда өзі шаршап қалды ғой бұл. Аса енді шаба алмады, бірінші таймда ойнай алмады. Десе де енді бірінші таймда шыққанымен жақсы мүмкіндіктер сыйлады, айбалаңына қарай пастар жиі берді. Дегенмен енді уақыт өте келе тұрақты түрде негізгі құрамда ойнайтын футболшы. Бір қызығы қазір осы Ғалымжанның трансферін Ғалымжанды Ақтөбеге жіберіп жатыр. Келіп қалуы мүмкін деген әңгімелер бар. Бір жағынан мысалға осы жақында Қайрат Нұрдәулет мырзамен сөйлескен кезде ол қазір енді жаңа
заңға сәйкес Қазақстан чемпионатында шетел жүрген қазақтардың бәрі қайтып келеді. Қазір Шушин ашып қайтып келді. Шетелдегі қазақтар қайтыңдар. Шушин ашып қайтып келді, Оразов қайтып келеді, Жуков келді. Бәрі келіп жатыр. Иә, бәрі келіп жатыр. Енді ан жақта кімдер қаласың? Ғалымжан ешкім жоқ қой. қайтып келуі мүмкін, бірақ Қайрат мырзаның айтқаны бір жағынан дұрыс. Негізінде біздің қазақ жігіттердің, талантты жігіттердің шетелде үздік чемпионатта жүргені бізге жақсы. Негізі олар жақсы ол жақта жүріп үздік болса, жақсы футбол көрсетсе, ол ұлттық құраманың деңгейін көтереді. Ең басқаша деңгейде болады. Сол себепті бір жағынан енді Ақтөбенің жанкүйерлері қуанатын болар. Себебі осы Самородов кеткеннен кейін Самородовтың орнын басатын ойыншы керек. Жан Жайро бар, бірақ Жан Жайро ол Самородовтың орнын баса алмады. Мықты ойыншы Жан Жайро, бірақ осы Самородовтың орнын стилі бойынша және де эффективность дейді ғой, эффективность жағынан осы Ғалымжан Кенжебек басуы мүмкін. Себебі Ғалымжан біздің чемпионат жақсы таниды. Және де андай атмосфераға түссе, Ақтөбенің атмосферасына 14 мың жауынгер алға қолдау қуып отыратын. Өзімен өзі ойнап кетеді ғой. Өзімен өзі ойнап кетеді, оған ешқандай мотивация берудің қажеті жоқ. Бірақ ол енді нақты шешілмеген нәрсе, оның агенті, грузиндік агент Мамука деген, ол осы Ақтөбе туралы сыбыстар шығып жатыр. Бұдан бөлек Мамука жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарында оның BTS-ке көшу мүмкін деген ақпарат айтқан. Енді көре жатармыз, осы бір-екі айда негізі шешілетін дүние. Ғалымжан Кенжебек келесі қадамы қайда болатыны келесі аялдамасқа жақта болады. Мүмкін сол Кошкизда қалып қояр, біз білмейміз. Себебі көріп тұрмыз, ойнап жатыр, жақсы ойнап жатыр, мүмкіндік болып жатыр өзін көрсетуге. Неге қалмасқа тағы бір маусымға өзінің ойыншы ретінде жақсы көрсетіп, кейін уже уверенно дейді ғой, кетуге басқа чемпионатқа. Бірақ чемпионатқа, Қазақстан чемпионатына бір жағынан қайтып келетін болса да қызық. Ғалымжан Кенжебек сияқты ойыншылардың ойынын тамашалау бұл енді. Бірақ енді Қайратқа енді бармайтын түсінікті. Өзінің сұхбатында айтты, Қайратқа мен үшін жол жабықты. Және өзі Қайраттан 2020 жылы кеткеннен кейін Таразға барыпты, өзінің сұхбатында айтты. Таразға барғаннан кейін мен бірден футболды қойғым келді дейді. Жанындағы достар айтыпты, сен сияқты футболшылар аз деп, енді жанындағылар мотивация бергеннен кейін Кенжебек жеңіске шақыртып алды, Мақтааралда ойнады деген секілді, сосын ары қарай өзінің жолын тауып кетті. Егер сол кезде сынып кететін болса, білмейміз енді. Біз тағы бір талантымыздан айырылып қалар едік, бұл негізінде Ғалымжанның бұрын жасаған қателіктер көп болды негізінде. Мен білем, кезінде Қайратта Шпилевский болған кезде осы жігітке қатты үміт артты ол. Көп сеніп қойды ма? Оқу жаттығу жиынына алып кетіп, оған жаңағы сен давай шамалы салмағын лақтыр, менде старт составта ойнайтын боласың, саған мүмкіндік беремін деп айтқан екен. Бірақ сол кезде Ғалымжан өзінің мүмкіндігін пайдалана алмай қателік жіберді. Мен ойлаймын, бұл жіберген қателігі ол жастық шақпен жіберген қателік деп ойлаймын. Қазірдің өзінде енді Ғалымжан есейіп келе жатыр, шамалы енді сабырмен, ақылға салып қабылдайтын болар шешімін мансабына қатысты деген сияқты. Сол себепті мен айтарым, бұл енді нағыз талант, оны мойындау керек. Мұндай ойыншылар шынымен де біздің елімізде көп болу керек. Көп емес, өкінішке орай көп болу керек. Сол себепті енді Ғалымжанның мансабы жақсы болады деп үміт артамыз. Сол Ғалымжан Европа чемпионатында қалып қояды деген үміттеміз. BTS-ке көшіп жатса тіпті жақсы біз үшін. Негізі құрамада ойнамаса да, сол әрі-бері қасында жүрсе де бізге жақсы болады. Испания чемпионатын үмітпен қарап отырамыз ғой енді. Келесі турына шығып қалар мүмкін деп. Осы Ғалымжан Кенжебек туралы айтатын болсақ, осы соңында тағы да тезис. Кенжебек қандай ойыншы? Кенжебек ол бос кеңістік іздейтін ойыншы. Кенжебек өте жылдам ойыншы. Взрывная скорость дейді ғой, сол жағы, сол көрсеткіш бойынша мықты масқара дейді ғой. Білмеймін, Қазақстанда басқа ойыншылармен салыстыруға бола ма екен? Мүмкін Самородовпен салыстыруға болатын шығар. Сол жағынан Самородов та жақын сол көрсеткішке. Дриблингі мықты көрсеткіш, бірақ дриблингі өте қарапайым. Және де әзірше ол предсказуемый дейді ғой. Пока предсказуемый ойыншы өзінің жаңа қасиеттерінің арқасында басымдық жасайды. Уақыт өте келе мүмкін ол тек қана предсказуемый қоймай жан-жақты қимылдайтын болар. Самородов сияқты, Самородовпен салыстыруға болады. Сол кезде ол нағыз топ болады. Ақтөбенің жанкүйерлері қарап өтіңіздер, мүмкін Ғалымжан Кенжебек сіздердің келесі жаңа ойыншыларың болар. Ақтөбені чемпиондыққа сүйрейтін жаңа ойыншы атану мүмкін. Енді Қайраттың енді әкесі болатын бір футболшы керек қой Ақтөбеден де.
Дастан енді өткенді көрдік, өткенгі шығарылым астына жазып жүріпті. Дастан туралы шығардық қой енді алғашқы қарапайым талдауда. 16 жастағы Ақтөбенің әкесі деп. Енді сол секілді дәл осындай Ғалымжан Кенжебекке де жақсы үлкен мансап тілейміз, жақсы ойын тілейміз. Қанша дегенменде бұл біздің Қазақстандағы қазақ футболын көтеретін, ұлттық құрамамыздың деңгейін көтеретін бірден бір номинанттардың қатарынан енді ең бастысы жарақаттан аман болсын. Жарақаттан аман болып, өзін ары қарай жақсы дәлелдеп, топ лигаларға кетіп, қазақтың атын шығара берсе, біз дәл сондай оның артынан да еретін жастарды танитын боламыз, жастарды көретін боламыз. Және енді дәл осылайша қазақ футболының жақсы бір жетістікке жеткенін байқайтын секілдіміз. Толықтай келісем. Енді ары қарай Кенжебектің дамуына аса бір назар салып қарайтын боламыз. Және де құрметті жанкүйер, келесі бізге идея керек, қай ойыншыны талқылаймыз. Талқылайтын ойыншылар әлі көп, Чесноков бар, Садыбеков бар. Біз енді бір буын өсіп келе жатыр жаңа ойыншылардың ұлттық құраманы күшейтетін. Сол сіздерге қай ойыншыны талдаған қызықты болар, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Және бүгінгі шығарылымға жалпы лайкты аямаңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Ғалымжан танитын достары болсаңыздар, Ғалымжан өзіне де жіберіп қойыңыздар деген секілді. Енді шынында да енді бұндай аналитикалық талдауларды алдағы уақытта жиі жасауға тырысамыз. Және әріптесім атап өткендей, келесі шығарылымды кімге арнауымыз керек, оны комментарийға міндетті түрде ұмытпай жазыңыздар. Және әдеттегідей ең бастысы YouTube арнамызға тіркеліңіздер. Нұркен аға, көп рахмет. Енді келесі шығарылымдарда кездескенше, жалпы көрермендер, сіздерге де көп рахмет. Келесі шығарылымдарда біз сіздерге жақсы тың дүниелерді, тың ақпараттарды беруге тырысамыз. Аман сау болыңыздар.